осындай бір айдар жасап көрейік дедік турнирден кейін. Эмоция суымай тұрған кезде ойдағы бар нәрсені айтып тастау. 2-3 күн өткенде суып қаласың біріншіден, екіншіден кейбір нәрселерді әу баста ойға келген нәрсені ұмытып қалуы мүмкін да. Сондықтан қазір осы, тем более қазір жақын арада подкаст шықпайтын сияқты, уақыт тапшы өткені. Сондықтан қазір осындай бір эксперимент жасап көрейік дедік. В общем, давай жекпе-жек тен бастайық. аяқталды. Енді мен ең өзіме алғашқы қызықты болған жекпе-жектердің бірі бұл Азизбек Темиров пен Қанатбек Мұрат. Менің ойымша проходқа кіріп бара жатқан кезде Қанатбек Мұрат апперкот, классика, проход емес, бүйтіп енді алға жүгірген, таңғалдым, как будто бір еркін күресте жүрген сияқты. Оған дейін де кірді солай, но ол жерде ұстай алмады. Екінші рет кіргенде уже Темиров ұстап алды. Негізі 57-нің бағасы деп айтты маған, но ірі екен денесі, 57 қуа алмайды ау. 61 болатын шығар. Но мен әу баста қандай ой кетті, но Қанатбек 2-3-0. Қазір оппозицияны жоғарылатты. Қазір уже Қанатбекке қарсы жақсы төбелесті, бірақ қиыншылық көрген жоқ. Окей, онда планканы көтеру керек деген сөз. Абай Жалалы бар қазір, 2-4-0 айтпақшы. Абай Жалалы да, Азизбекте 2-4 жекпе-жек мерзімнен бұрын. По логике окей. Или Баймен Нұржігіт тоже ноликпен келе жатыр, Еламан Утаровпен шығуы мүмкін деп айтты, егер 57-те болса. Бұл уже Нұрекең сөз. Еламан Утаровпен шығарым келеді деп айтты. Қызық болар еді. Абай Жалалы мен Азизбек Темиров менің ойымша прям топ. В общем, варианттар көп дейсің ғой. 61 килограммда сол салмақта өте көп проспектілер жеңілмеген. В общем, Азизбек Темировке қазір большая очередь будет, кто с ним захочет с ним подраться. Келесі жекпе-жек мынау қызық емес пе, айта берейін ары қарай. Амирхон Алихуджаев, Айжарық Ақынбек. Енді бірінші рет окей, Серікболовты берді. Лигаға енді келіп жатыр. Қазір енді мына жекпе-жек тоже мен үшін түсініксіз. Әу баста бәсекелестік бере алмайтынын білдік. Уже қатарынан екінші андай проходной соперник Алихуджаев үшін. Окей, хайпты берді, и лигаға уже толықтай үйренісіп алды. Ары қарай уже Азизбек сияқты бұл жерде де логичный вопрос. Өйткені мен бір байқағаным, октагонның көбінесе прелимдерінде конкуренция жақсы, а мейнкардында уже конкуренция төмендей бастайды. Ол немен байланысты? Өйткені проспекттер көп құтыра алмайды. Кім берді, сонымен төбелесіп көп қаша алмайды. Уже кішкене более-менее танымалдар, уже примадонна ғой, шеттерінен бәрі соперник таңдай бастайды. Все болды. Амирхон ары қарай онда уже сол мысалы Қытайдан келген, Ираннан келген біреулермен төбелеспей, условно, Абдуали деп айтып жатыр көп. Окей, қызық болар еді. Мажит Сардаров жоғалып кетті, байқауымша жаттығып жүр, бірақ Мажит Сардаровпен қызық болар еді қарау. Тым болмағанда онда Нұрбек Тажиевпен төбелес. Жуырда ғана титулға төбелескен, нормально істеді. Сондықтан оппозицияны көтеру, потому что мынандай жекпе-жектерді қарау бір бөлігі қатты қызық емес. Еще оны жүргізуің керек қой сен. Ол да андай кішкене бір өзінде бір энтузиазмды кішкене өшіреді да, ондай нәрсе. Творческий момент қой, соны айта кетейін, кішкене уже браза деп бастайсың, короче. Да, сондай тема. Да, согласен с тобой. Амирхон Алихуджаев для раскрутки, для того, чтобы себя там почувствовал в октагоне, дали хорошо Серикболову. Серикболов опытный, но все равно не топ, не проспект, уже гид-кипер, среднячок такой, крепкий, хороший боец. Теперь дали вот Акжархана Ахмбека. Это в целом такого же калибра, как и Серикболов, потому что рекорд 20-22, одно поражение. Плюс в целом сразу же нужно сказать, что ММА в Китае, он намного ниже, чем в Казахстане, намного ниже прям. Поэтому, это был прям такой проходной соперник. Дальше нужно уже давать кого-то из топов, кто стоит там, возможно, кто-то бывший чемпион. В общем, надо давать нормальных соперников. Келесі Ерасыл Шукатаев жақсы нокаутпен көзге түсті. И шыны керек, негізінде лиганың топтарының маңайында почему-то Шукатаев назарсыз қалады, бірақ лиганың ең бірінші турнирінде өнер көрсеткен бала, кәдімгі уже ветеран лиганың да, уже қазір қателеспесем, бүгін 4-ші жеңіс қатарынан Шукатаевты лиганың бірінші күннен бастап жүрген адамға енді кішкене сыйластық көрсетті, былайша проявить уважение. Титулды жекпе-жек беруге болады, менің ойымша. Роял бар, Теймур бар, кім бар,
Ақтөре солардың алдын орап кете алады менің ойымша Ерасылды в целом. И мысалы Теймур болсын, там Ақтөреден кем бәсекелестік бермейді бұл жерде. Вполне себе нормально төбелеседі деп ойлаймын. Иә, сәл фаворит шығар Анвар Абдуллаев, но в целом стойкасы жақсы Шугадаевтың. Стойкада, скорее всего, преимущество болады. Но күресте уже там көреміз қалай жататынын, иә. Плюс 5 раунд төбелесу керек. Плюс грэплинг. Ерасыл Шугадаевтың грэплингі енді тәп-тәуір. Кімнің? Анвар Абдуллаевтың, чемпионның бұл салмақтағы грэплингте сұрақтар бар. Ең біріншіден бұл 5 раунд жекпе-жек. Егер болашақта бір титулға шықса, онда Анвар Абдуллаев 5 раунд жекпе-жек өткізген. Роял Лилизаде қарсы. Содан кейін күрес бар. Мысалы, там Ерасыл Шугадаев қатты күреспейді жекпе-жектерге. Бірақ мен тікелей Ерасылдан сұрағам, күреспен не істейсің? Ол айтқан, что күрес проблема болмайды маған, потому что мен әрбір залда спарринг партнері менен ауыр болады, в общем, салмағы ауыр болады, сол үшін маған қатты бір сондай бір мәселе болмайды. Бірақ қараңыз, 5 раунд бойы егер Анвар Абдуллаев күрессе, онда білмеймін, Ерасыл Шугадаев не істейді. Там устанет, не устанет, непонятно, в общем, поэтому ну, интересно, в любом случае интересно. Да, если ему дадут, никто не обидится абсолютно. Мынадай хайповый нокауттан кейін, да? Конечно. Но почему вот этого не сделали раньше, Ерасыл Шугадаев? Мне кажется, проблема в том, что Ерасыл дрался в разных лигах, он не дрался в октагоне постоянно, понял? То есть, допустим, одну линию сделал, там победную серию все время, он уходил в Алаш Прайд, он где-то дрался, еще там возвращался. Сейчас отрицать после такого нокаута вообще сложно. Он должен сам сейчас уже бросать вызов, сейчас все Октагон, Инстаграм, все социальные сети должны, вот все ММА Казахстан, ММА, кто про это пишет, кто это делает, сразу же сейчас Reels, оно нужно делать, в общем. Нужно дать Ерасылу хайпа. Толықтай келсем, арға жалғастырайық. Шермурат Халилов, Веллингтон Перейра, осындай жігіттер кішкене өздерінің уже бәрі титул алған, оның бәрін көріп саған, и не ары қарай өте алмайды, не бер жақта жүре алмайды. Сол екі ортада осылай мешоктармен төбелесіп жүруге мәжбүр болған спортшылар кішкене уақытын жоғалтып жүрген сияқты болып көрінеді маған. Шермурату нужно уже искать бои за пределами Казахстана. Ему тяжело находить соперников здесь, потому что, но в целом, смотри по рекорду, сейчас ему 8-0. Это не совсем большой рекорд, но и не маленький рекорд. Он еще был бывшим чемпионом. Ему там 24 года, он умеет делать все, он очень опасный, с ним мало кто захочет драться, кто-то из проспекта вряд ли захочет с ним драться, кто-то из молодых тоже не захочет, кто-то из тех, кто ближе там к титульнику, не будет рисковать с ним, а каждый раз привозить бразильцев, иностранцев сложновато в целом для Казахстана. Не для лиги, не промоутера, а для Казахстана в целом, потому что здесь с логистикой проблем. И ему нужно вот сейчас вот найти какую-то лигу, вот Самат Мамедов, к примеру, отличный пример. One FC подписался, сейчас он будет драться там, классно вообще. Там вот таких бойцов много, которым сложно находить соперника, потому что все равно, давайте будем честными, Лига Октагон это больше, наверное, про проспектов, про звезд молодых, которых там Октагон сам создает и потом дальше продвигает. Шермурат как будто бы все этот момент уже прошел, теперь уже следующий этап, но здесь он немного вот приостановился. Ему нужно вот дальше куда-то дальше двигаться, в общем. Иә, уже потолокқа келді да, уже тиісіп ары қарай кету керек қой, грубо говоря, солай. Уаннан ұсыныс түсті деп бірнеше рет естідім Шермуратқа, бірақ бұл Люмпини. Үлкен лига Уан емес, үлкен лига Уан болса кірер еді онда. Бірақ бұл Люмпини Бангкокта каждый пятница өтетін, ол Октагоннан артық ештеңесі жоқ, Октагоннан төмен даже. Сондықтан ол не керегі бар ол жерге барып уақыт кетірудің. Ары қарай, Аян Тұрсын, Моника Киран. Қандай впечатление? Знаешь, как будто бы Ая могла бы сделать лучше поединок, провести поединок. Вот есть такое ощущение. Но я не знаю, не общался ни с Аян, ни с тренерами, но я вот хочу оправдать, наверное, сам придумать себе такое оправдание, что Аян вот өзі мүмкін бір сондай жоспар болған сияқты ма, әлде егер там болашақта UFC болса, онда бізде там мысалы күрес жоқ қазір, или мысалы бізде позиционный там күрес жоқ. Соны егер біз осы жекпе-жекке посмотреть, как мы можем это сделать, что это можем делать. То есть, потому что сен қазір уже тек қана ударник емессің, сен уже қалыптасқан бір ММА спортшы, сол үшін саған күрес те керек, грэпплинг керек, 3 раунда бойы там жұқтырасып саған, выносливость те керек там и так далее и тому подобное. Я думаю, что вот так это было. Но мне кажется, что она могла в стойке разобрать, забить и в целом, Моника Киран, слушай, это очень низкий уровень.
Я никогда не обращал внимания на женщин из Индии, выступающих в ММА, но мне кажется, ну, это было очень так. Но она крепкая, басы қатты. Слышно керек, басы қатты, потому что сколько ударов пропускала. Но я думаю, что Аян, если газанула бы дальше, она бы ее забила бы просто. Особенно вот после первого раунда. На второй раунд можно было ее можно было не выпускать на второй раунд, кажется. Енді аянның бірнеше қарсыласы ауысты ғой. Алғашта Қытайдың бір жақсы спортшысы болған. Әйтеуір осы спортшы келісті. Но в целом бұрын аянның стилінде байқамаған нәрселерді байқадым. Иә, мысалы торға тіреп бүйтіп кішкене именно ММА грэпплинг кішкене көрсете бастады да, ручной треугольник жасап көрді, қолдан келген жоқ, но бұл өте дұрыс. Осындай соперниктерге отработка жасау, тренировкада жасау ол кішкене бөлек нәрсе. Мына жерде уже шынымен де төбелесіп жатқан кезде жасап көру ол өте керек нәрсе. Былайша айтқанда тәжірибе сол залда жасалынған наработканы мына жерде қолданып көру. Я жасай алмады, окей, залға барады да сосын мен ручной треугольник кеше бүйттім ғой, а неге ол олай айналып кетті деген сұрақ туындайды. Иә, грэпплинг тренермен барасың, хоп момент проработал, все, вопрос закрытый. Ручной треугольник келесі жолы келсе мен уже білем олай неге айналып кетуге болады, неге мен оны бұлай ұстап қаламын деген сияқты и так далее. Біртіндеп бір қозғалыстар байқап отыр да, осы уақытқа дейін 5-0 чисто любительский багажбен жетті. Ертең UFC деп жатыр и так далее. В целом я UFC кету мүмкін. Қыздарға сәл оңайырақ кіру ол жаққа. Тем более нолик болса, иә. Сондықтан қазірден бастап уже ол жақтағы уже олардың көбі полноценный ММАшниктер ғой. Солармен айқасуға дайын болу керек. Плюс кішкене ударка жағын тоже, наверное, под профи бейімдеу керек. Все равно бәлен жыл бойы любитель болған адам все равно әлі бар, иә, моменттер. Да, вот такая вот очковая набирательная работа. Ол нәрсе бар. Следующий поединок Гадери, Фарзат и Шохасан Мирзаматов. Блин, вот Гадери был близок к апсету на самом деле. Мне кажется, он сам просто не ожидал, что может его потрясти, и не знал, как вот дальше работать. Шальной как удар залетел, а потом растерялся, и Юзикова, походу, білген жоқ ары қарай не істеу керек. Мен неге таңғалдым деймін ба, сен Шохасанды құлатты нокдаунға, и анау жартылай есінен уже тануға дайын тұрған адам ғой, по сути. Даже сондай Шохасаннан қорқып тұр ғой, жақындамайды ғой. Мынау не алыстан бүйтіп лақтырып. Ну енді датовый мешок болмасаң қайтеді енді. Бата алмай тұр ғой кәдімгі. Ну сөздің шыны керек осы ғой. Бата алмайды кәдімгідей. Дір етіп жақындап келіп смело сабап тастауға болады ғой. Более-менее бір кішкене ММА көрген адам болса, ана жерде өлтіріп тастар еді. Ну білмеймін. Шохасаннан мен енді конкуренция күтемін. Конкурентный жекпе-жектерді октагонда әлі бірде-бір конкурентный жекпе-жек өткізген жоқ. Вот реально қинау быт-шыт болып біреумен қырылып жатқан октагонда көрген емеспін. Еділмен, Чапановпен ол Өзбекстанда төбелесті. Октагонда ыңғай осындай бір соперниктерді таңдап алады. Эмин Шарипов ауысқан кезде тоже осыны таңдаған екен. Ростерден шығатын ешкім болмай қалған. И вот Фарзат Гадери ростерде болған екен, соны келістіріп. Енді түсінемін, иә, Шохасан просмотр береді, иә, әлеуметтік желіде реакция береді, комментарий анау барлық керек нәрсені береді. Бұл Шохасанның плюсы және Шохасанның инструменті манипуляция жасауға керек кезде. Енді алда титулды жекпе-жек дейді, кешегін бүгін Есейді жеңді ғой тоже. Түсінуімше бір ғана жекпе-жекке кеткен, қазір келеді, титулын қорғау керек, жазда екінші рет ұйымдастыруға тырысады. Бірақ бұл жолы уже сақтандыратын үшінші адам болады. Егер Шохасан ауырып қалса, салмақ жасалмай қалса, уланып қалса бірдеңе жеп, онда сол сақтандыратын адам кешегенмен титулға төбелеседі. Сондай жоспар енді түсінуімше бар. Көреміз, бірақ түсінуімше Шохасан қатты титул туралы ештеңе айтқан да жоқ интервью кезінде. Да, как будто бы, вот, я не знаю, вот Лига пыталась организовать бой с Кичигиным. Единственный, кто из всех, наверное, в Лиге говорил, Кичигин такой, нет, точно боя не будет, он не выйдет, и так и получилось. Потом ему дали вот следующий бой. Теперь вот зачем каждый раз вот давать не проходных, а вот таких соперников, где он точно выиграет, я не вижу смысла. Зачем? К чему это? То есть, Шохасан, доводим честно, он не из Лиги медийных бойцов, как, допустим, Камиль Карате, типа Брюс Ли, Нургиса Панда, еще там есть Адиль Хон, Еркебулан. Давайте так, он профик, он спортсмен, он боец.
ему нужно вот драться с такими же, как и он, с рейтингом, подниматься, драться против чемпиона. Ну, не знаю, вот такой подход, вот, что без напряга подраться, выиграть, потом не понимаю, если честно. Келесі кепежек Дамир Толеновпен Губу Бухо. Ну, такое ощущение, как Дамир, не знаю, осторожничал, сам на себя не был похож, обычно он более жестко бьет. Мне кажется, что он в целом мог бы выйти на РНС еще в первом раунде, провести тейкдаун, забрать спину и задушить. Я думаю, что, ну, почему-то он решил, что вот до второго раунда дотянул, не знаю. Ты как думаешь? иә сразу байқадым бұрынғыдай прям кіріп кетіп пирілеп жатқанын байқаған жоқпын почему-то фехтование болып кетті да челнок бам бам че то түсінген жоқпын и еще и бірінші раундтың соңында тейкдаун жасаған кезде түсінікті болды ага окей күрес деген енді дым хабар кәдімгідей вот нөл екен да енді бүйтіп өкшеден ұстап жатқан кезде уже құлап жатыр ғой тейкдаун дефенс тебе пожалуйста нулевой минус нулевой уровень ну и РНС стойкада более-менее конкуренция көрдік но күрес кезінде все уже ну бұл жерде қатты айтатындай ештеңе жоқ шыны керек просто Дамирге замечание бұл жерде тым көп сөйлейді уже бірінші рет емес байқап отырған бұл кішкене отырған адамдар жалықтырып жібереді ол кім саған витамин алып берді анау мынау да бұл ренжіме да но по факту қызық емес ол интервью даже сен рахмет айт бұл публичудес емес рахмет айтып отырады рахмет айтатын не жер емес ол интервью сенің жекпе жектен вот қарсыласын қылқындырып жанкүйерді бір қуанттың содан кейін сөйлеп есте қалатындай бірдеңе айту керексің ол сен кімге рахмет айттың адамдар қыстырмайды ойбай ол өзінің қайрат деген күшті тренеріне рахмет айтты деп отырмайды ешкім иә ол есте қалатын бірдеңе или біреудің атын айтайсың и так далее там білмеймін да но ол сенің жекпе жегіңнің заңды бір жалғасы ары қарай иә вот интервьюге сол интервью дұрыс қолдана білу керек олай рахмет айта берудің шыны керек түк пайда жоқ ол рахмет айтылған адамдарға да ертең дым болмайды ну вау Дамир мені атын атады деп қалуы мүмкін но в целом ол жердегі интервьюдің не үшін вообще микрофон не үшін берілетінін түсіну керек сосын тыңдап отырған спортсмендер болса 1 минуттан артық сөйлемеңдер вот сразу айтамын потому что адамдар жалығып кетеді Дамир Рахмет Төленов деген не қойдым Сихуда емес енді Дамир Рахмет Төленов болады бүгіннен бастап Ну, я не знаю, Дамир при встрече сейчас тебе потом тоже бам-бум двоечка и РНС. Ну, сөзішіне керек кеңесім сондай бір тоже менің бір кішігірім кеңесім можете слушать, можете не слушать в целом маған бәрібір но я все равно скажу вот вы к боям готовитесь у вас есть план на бой у вас есть там понедельник күні күрес вторник күні там ударка там спарринг бар лап ұрасыңдар кешке қарай кросс жүгіресіңдер содан кейін анау бар мынау бар сендер жекпе-жекке алдын ала подготавливаетесь ну готовитесь. То же самое здесь вам нужно готовиться к вашему интервью после боя. Это очень важно, потому что сендерде бір-екі минут уақыт бар. Если не знаете, кого вызвать, вызывайте кого-нибудь не из лиги Октагон. Просто кого-нибудь. Мое прозвище Сихуда, я хочу быть единственным Сихудой в этом мире. Я знаю одного Сихуда, Сихуда, да мне без разницы, но это должно вот просто залететь, потому что я сейчас вспоминаю из головы, помнишь, Рафаэль Физиев? Подхватил прикол, что я хочу быть самым лучшим Рафаэлем, давай Рафаэль Надаль против Рафаэля Физиева и так далее. Или там он вызвал Хазбика один раз на бой. Ну, то есть это бред максимальный, но это разлеталось. Ну, допустим, там, со мной там мой тренер Ханат Рахимов, со мной братан, со мной там Камиль Карате, я не ожидал, что он мне витамины может купить, там, деньги дать и так далее. Он сегодня, я тоже не ожидал, что Камиль Карате такой щедрый, но нам, правда, ничего не делал он. Тоже хотелось бы. Ну вот, суть в том, что запомнился поединок, нужно, чтобы запомнился твое интервью, и дальше вы должны это качать. Потому что 3 месяца потом тебя не будет нигде, понял? У тебя, ну, тишина будет. У тебя будет только из твоих сторисов, из твоего инстаграма будет только тренировки, что-то еще, что еще. Все, 3 месяца драться вообще не будет. Нам нужно максимально, чтобы про тебя говорили максимальное количество времени. Если кого-то вызвал, чтобы кто-то ответил на это. У тебя взяли интервью, спросили, а почему ты его вызвал его, а не его. Потом у него взять интервью. Ну, то есть вот так качать. А вот так с кем хочу драться, кого даст лига, блин. Лига, каждый раз лига думает, кого бы дать. Вы давайте облегчите работу лиги. Есть что-то еще добавить? Жоқ, давай. Енді басты жекпе-жек
турнирдің алдында мен сенен бір сұрақ қойғам. Маған 3 себеп осы октагон 57 қарауға 3 себеп айтып берші деп. Ең бірінші себебі бұл Қытайдан келген спортшылар. Бірінші себеп. Екінші себеп бұл Аян Тұрсынның жекпе-жегі. Өйткені болашақта Аян Тұрсын мүмкін UFC-де болатын келесі октагоннан келесі спортшы болуға тиіс менің ойымша. И үшінші себеп бұл студент Айтқұл чемпиондық белбеуден кейін мысалы. Өйткені біз білеміз, қазақта сондай бар, той бар, анау бар, мынау бар, бір адамдар көбейеді, ақша көбейеді, внимание саған бір көбейеді. Сол үшін сол бір кішігірім бір сынақ, особенно бір жас спортшыларға. Вот как раз таки екі себепке біз жауабын көрдік, алдық. Мысалы там Қытайдан келген спортшылар деңгейі өте төмен. Аян Тұрсын болашақта UFC-ге келесі спортшы әбден мүмкін. Вот Сүннет Айтқұл менің ойымша сынақтан өткен жоқ сияқты. Ең біріншіден ол осы жекпе-жекке сары карточкамен шыққан екен. 1 килограмм істеген жоқ. Маған Исатай елемес, матчмейкер өзі айтқан. 61 килограмм, 61,2. Ну, не титульный 500 грамм, кажется, перевес бар, допуск бар. Бірақ 1 килограмм істеген жоқ. Ол да бірінші бір белгі. Иә, ол да бір белгі. Вес жасамады дегенде мен де ойланып қалдым. Өйткені бұған дейінгі подкастта бар, қазір телеграмға да сол кусок салып қойдым, салмақ жасай алады ма деген сұрақ туындады. Өйткені біз бұның бәрін көріп тастағанбыз баяғы. Бұл әрбір екінші более-менее танымал болған ММАшникпен қайталанатын жағдай. Бұл үлкен сынақ. Біз өзіміздің жігіттерді сындырамыз. Кішкене танымал болса бітті. Неше түрлі родной братандар көбейеді. Дастарханнан дастархан. Сосын маңайда андай спорттан дым хабар жоқ, бірақ ой сен сондайсың, андай мындай бір жеріне жел беріп жүретін адамдар көбейіп кетеді. Әрине плюс қара сен, мысалы резкий скачок болды. Өткенде айттық қой, 23 желтоқсанға дейінгі сүндет, 23 желтоқсаннан кейінгі сүндет. Бұл кішкене екі түрлі адам уже. Мен мына жақ жаман, мына жақ жақсы деп тұрмын жоқ. В целом бұл екі түрлі адам уже. 23-нен кейін бұл сүндет кәдімгі жоқ, кеше айтқандай Жетісайдың қаһарманы болып кеткен бала. Кем дегенде уже өзінің районында танымал. Біздің Жетісайдың жігіті, бұл алдың адамдар сондай ғой. Кішкене бір жетістік көрсе, оны көтеріп жүреді. Ол үлкен сынақ, және сол сынақтан түсінуімше сүндет сүрінді дейікші. Өте алмады деп әлі айта қоймайды. Өйткені мына жеңіліс менің ойымша қазір сүндеттің ары қарай мансабын анықтайды толықтай. Либо сен осы жерде бітті, осы нокауттан кейін болды, сен оралмайсың, карьераң осы Қазақстанда аяқталады. Ортанқол болып қаласың, бірде ұтасың, бірде жеңесің. Ондай мысалдар жететін ғой. Немесе сен анализ жасайсың, маңайың бәрін тазалайсың, түрлі паразиттерден құтыласың. Сосын жылдың 23 желтоқсанына дейін болған сүндетті қайтарасың. Вот сонда сенің болашағың бар. Бірақ ол үшін еще нокауттан физически айығу керек. Кем дегенде жарты жыл үзіліс алу керек деген сияқты. Сондай моменттер бар. Мен қазір былай нетіп отырған жоқпын. Мен білдім ғой сендерді. Жігіттер қаншама рет уже біздің подкаст айтылған нәрселер көп нәрсе шын керек өмірде болады, сосын болжаған нәрсе, осындай кейбір процесстер. Бұл просто артқа қарайсыңдар, тарихты қарайсыңдар да, пожалуйста. Тарихты білмеген адам болашақта айта алмайды. Сол себепті артта болған нәрсені қарайсыңдар да, алға болжам жасайсыңдар. Бұндай нәрсе тек қана сүндет емес қой, жетіп отыр. Бұл қазір сүндеттің бұл той анау понятно, бұл өзі бір сынақ. Бірақ бүгінгі нокаут бұл кәдімгі бір 100% өзгертіп жіберетін дүние. Либо сүндет болды, іштегі бір лигаларда жүретін, анда-санда шетелге шығатын байыз болып қалады. Либо реально сол сүндет жылына 4 жыл төбелескен, қарны аш, көзінде от, қалтасында ақша жоқ, сүндетті сол қайтарады. Уже маңайға да қарау керек. Түрлі братан, той томалақ, дастархан барлығын қысқарту керек. Оның барлығын өздеріңіз де білесіздер, қайта-қайта айта берудің қажеті жоқ. В общем, келесі қадам Жанг пен Айтқұлдың жекпе-жегі, реванш, бірақ өзі келесі жолы титул керек. Титул дейді. Енді Жанг өзі
не себеп берді ғой, иә, мен сендердің чемпиондарың құлаттым, бірақ бұл титулдық емес. Окей, давайте онда мен оған реванш берейін, титулдық. Бұл сүндет үшін де жақсы мүмкіншілік. Бірақ бұл жерде қазір сүндет условно 2-3 айдан кейін қайтып келсе, бұл үлкен риск. Үлкен риск. Сондықтан қазір толықтай айығу керек. Кім деген жарты жыл, иә, ол еще бас тексеру керек, нокауттан кейін не болды деген сияқты. Ол уақытқа дейін Кинг Жанг отырады ма, иә? Октагонге біреумен төлеседі. Оған қоса Атажанов бар. Мысалы, давай честно, Кинг Жанг ондай бір керемет жоғары деңгейде спортшы емес. Сүндет Айтқұлды пытырлатып жүріп ұрған жоқ. Бір ғана соққы. Мен қазір жағдай прям нашар деп айтып жатқан жоқпын ол жігітті, бірақ біз көре алмадық. Біз сұрақ алған жоқпыз, жалпы Сүндетке қарсы қалай төбелеседі. Иә, бұл бір ғана соққы, бұл лаки панч. Бұны жасаған Сүндеттің өзі. Мойын былай, иә, кішкене менсінбеушілік бар, недооценка бар, соның барлығы салдар. Бұл жерде Сүндет өз жеңісіне негізінен өзі кінәлі. Жангқа жақсы мүмкіншілік берді. Енді Жанг мысалы лигадан менің ойымша топталған барлығына по счету алады. Тем более қазір көріп алғаннан кейін оны, уже ондайға мүмкіншілік бермейді. Сондықтан енді мынадай сценарий болуы мүмкін. Атажанов айтады, менің титулым қайда? Окей, онда Сүндетті күзге дейін демалысқа жібереміз. Басын емдеп, толықтай айығып, лагерден өтіп қайтып келсін. Ауған дейін Кинг пен Атажанов условно титулға төбелеседі. Бұл жерде прям реванш деп қатып қалды. Иә, уақытша. Бұл жерде прям реванш деп бүйтіп қатып қалудың қажеті жоқ. Оны ментальді жіберу керек. Окей, мен ұтылдым, бірақ мен әлі чемпионмын. Мен чемпион болып оралуым керек. Бірақ оралған кезде мен денсаулығым түзу болады, ментальді денсаулығым түзу болады, маңайымдағы паразиттер ешкім болмайды. Скажу честно, я на самом деле вот противник того, когда чемпионов лиг используют в качестве там рейтинговых поединков. Допустим, Аян Турсун вот сейчас на этом турнире провела рейтинговый поединок. Нет, Эткл провел рейтинговый поединок. Я на самом деле против такого. Но потому что есть другие бойцы, кто там в рейтинге, кто ждет титульник, кто там стоит на каких-то местах. Давайте лучше их подключите, пускай они дерутся. Потому что чемпионы — это ваш актив, это ваше лицо, это ваши бренд-амбассадоры, скажем так. Вот так я скажу. И когда они проигрывают в таких рейтинговых поединках, это сразу же обесценивает статус их чемпионства. Ну, представьте себе просто ситуацию. Он проиграл Жангу нокаутом в первом раунде за несколько минут, секунд, да? Теперь делают реванш, где он защищает пояс. А вдруг он еще раз проиграет? И он проиграл 2 раза одному и тому же типу, к примеру, да, понимаешь? А здесь такого, возможно, и не было. Он ваш чемпион, давайте его оберегать, давайте его дальше там продвигать, давайте дальше его там раскручивать. У вас уже есть, так, Сухрубек в целом, это хорошая история. Узбекистан, Казахстан. Тут Жанг нарисовался в целом тоже нормально, можно что-то вот сделать. Но теперь просто Сүндет выпадет после нокаута минимум полгода. Ну, по крайней мере, они могут сейчас сказать, нет, мы готовы туда-сюда, айдан кин, давайте нахуй. Реванш. Но поверьте, нужно отдохнуть. Нокаут был жесткий. Его долго приводили в себя. Он пропустил прям самый страшный удар, который ты не видел, правильно? Да. Это удар, он в клинче, он держал, хотел засадить по ходу коленом, и ему справа дали. Он упал просто лицом там назад или вниз, не помню уже. Поэтому хорошая история, чтобы, ну, видишь, еще просто per килограмм дивизион такой, самый, там большое количество бойцов. Все хотят стать чемпионами. Сухрубек вполне заслуженно стал, ну, удержит первое место. Жанг сейчас появился, тоже в целом бывшего действующего чемпиона выиграл. Все хотят, там еще per килограмм много кто есть. Из проспектов кто есть, из триумфайца кто есть. Да, то есть все хотят. А представляете, теперь Сүндет будет что, полгода лечиться после нокаута, будет лечить сотрясение там и так далее, капаться туда-сюда, будет восстанавливаться, тренироваться, готовиться. Вес будет стоять, дивизион будет стоять. Такого быть не должно, поэтому либо вариант действительно временный пояс, либо ждать, полгода ждать, пускай между собой претенденты разбираются там, подерутся, пускай Сухрубек против Жанга, и дальше уже смотреть с этого. Жанг, в общем, келмей жатса, онда в целом Магомед Идрисов бар. Курбан Магомед Идрисов алпыс бірде. Айдын кімді ұтқан? Айдын Кодекті ұтқан. Все, вспомнил. Атажановпен условно временкаға соны тығып жіберуге болады деген сияқты. Ну, так. Да, Жанга поддержать специально для Сүндета все-таки, да? Жоқ, егер Жанг прям уже Китайдан келмей там, обязательство жоқ қой лиганың алдында, келмей қоюы мүмкін вообще в целом. Так, смотрите теперь итоги турнира.
целом турнир был классный на самом деле. Вначале я думал, ну что, обычный турнир, октагона, нормально все будет. Я знал, что бойцы из Китая вряд ли что-то там покажут. Так и в целом произошло до главного боя. Но здесь все равно я считаю, что Сунет там сам чутка тупанул. Он недооценил, возможно, в клинче был слишком открыт, зарубался там, где не нужно было зарубаться. То есть вел себя не как чемпион. Но все равно я для себя ответы точно теперь получил. Я догадывался, что в Китае ММА очень низкого уровня. И я в этом убедился. В Китае ММА очень низкого уровня. Но хотя говорили, что, допустим, там Шурмурата должен был поединок, должен быть поединок против бойца из UFC 5 Шанхай, кого-то еще должен был какой-то хороший соперник. Они слились. Мықтылар келмеген, түсінуімше каждыйында бір екі үш реттен ауысты ғой соперниктер, по идее. Ол да бар. Олардың себебі олар неге келген жоқ мысалы. Біздікілердің мықтылығын көріп тұр. То есть уровень действительно очень низкий. Теперь мы получили там апсет, тоже классно, все об этом будут обсуждать. Анонсировали Октагон 58, тоже хорошие там бои будут. Камиль Карате, Брюс Ли, Нургис Агамжанов. В общем, много что интересного получили сегодня. Қара, жалпы всегда өткен подкастта соңғыда айттық, біз біреу енді тілеген жоқпыз, иә, Нұреке айтады, вы накаркали дейді, жоқ. Предсказали. Енді сондай іштей бір түйсік болды, иә, бірдеңе болады. Просто мынау дежурный турнир болып қалар еді. Бәрі ұтады, все, біз Қытайда ұттық, классно деген сияқты. Қазір, понятно, сүндетке бұл зиян, иә. В целом, обсуждение индустрияға это польза. Кәдімгідей движ кетті, вау, сразу барлығы уже сүндетке переживать ете бастайды, ана уже реванш түкте бастайды. Эмоция тудырады да, ең басты сол ғой. ММА бұл эмоция. Сол эмоцияларды бұл тудырып отырады, даже аренада отырып адамдардың реакциясын көріп. И уже осындай именно жекпе-жектер нелердің, жанкүйерлердің аясын кеңейтеді. Адамдардың, ММА қарайтын адамдардың санын көбейтеді. Біреу көріп қалса, бұл Қытай біздің қазақты нокаутқа жіберді деген сияқты, ол қалады мына жерде. Ертең реваншын көріп жатса, обязательно сосын қарайды, либо келеді деген сияқты так далее. То есть бұндай нелер өткенде Дамир кімге ұтылды ғой, Бритаға, бұл да прям жаңа бір серпіліс туды. Движение пошло, движение. Суйонт кезінде екен, Найзаға келіп титул алып кеткен кезде тоже вау, кетті барлығы обсуждение. Ол Қазақстанда ондай. Валаш Прайди, когда Бразилия выиграл. Иә, ондай нәрселер всегда бір жаңа бір инфоповодтар тудырады, жаңа бір эмоциялар әкеледі, жаңа бір қызықты жекпе-жектер пайда болады. Сондықтан бұл жағынан иә плюс бар, бірақ минусы біздің чемпион нокаутқа ұшып кетті, өкінішке қарай. В общем, осымен біздің кішігірім бір подкаст, білмеймін, бір разбор аяқталды. Обязательно ставьте лайк, комментарий астына пікір, Исатай, Арман. Все, қоштасамыз.